Бәлкім сіздер де естіген боларсыздар. Еркек аңшы, ол барлық әйелдерді қуалайды деген сөзді. Бірақ мен сіздерге айтайын деп отырмын. Бұл толық өтірік. Түсінесіздер ме? Бұл тек жалған стереотип. Шын мәнінде бұл табиғаттың өзі емес, бұзылған жыныстық энергия мен комплекстердің әсері. Сіздерге сұрақ қойғым келеді. Ой, сен басқашасың. Сен маған көңіл бөлмейсің. Сен маған бұндай емессің. Сен менімен болғың келмейді. Маған қоңырау шалмайсың, маған жазбайсың. Басқа еркектер құсап бүйтпейсің, сөйтпейсің. Ананың күйеуін қараш бүйтіпті. Мұндай әйелдерден қашып кеткің келеді. Жай ғана қашып, іздеріңді өшіргің келеді. Тіпті олар иттермен іздеп таппайтындай етіп. Бұл әйелдерге де қатысты. Егер сіз көңілсіз, үнемі қысым көрсететін еркекті кездестірсеңіз, оның бәрі дұрыс емес. Бәрі жаман болса, бұл өте қауіпті еркек. Ер адамды өзіміз туралы ойлауға қалай мәжбүрлеуге болады? Бұл әйелдердің өте жиі, кең таралған тілегі. Ер адамның мені үнемі ойлағанын қалай қамтамасыз етуге болады? Жақсы сұрақ, иә? Психологтар мен қарым-қатынас мамандары әртүрлі кеңестер береді. Кейбірі өте құнды, ал кейбірі пайдасыз және жалған. Бірақ мен сіздерге шынайы, нағыз жауапты беремін. Ең жиі кездесетін формалардан бастайық. Әйелдер еркектермен қарым-қатынаста қолданатын. Бірінші айтқым келгені, әрине еркекке үнемі шағымдану. Немесе әйелдің қайғысы, сағынышы оған шағымданғанда. Міне, біз бірге аз уақыт өткіземіз. Міне, біз ешқайда бармаймыз. Міне, сен үнемі бірдеңемен айналысасың. Өмірі телефон. Міне, тағы басқалар. Яғни әйел еркекпен байланысқа шығады, оның стресс гормондарын іске қосу арқылы. Яғни ол үнемі жағымсыз күйде болады. Әрине бұл төменгі вибрациялық энергия еркекке беріледі. Ер адам өзінің әйелін белгілі бір тітіркендіру көзі ретінде қабылдай бастайды және одан алшақтайды. Ол керісінше онымен уақыт өткізгісі келмейді. Тіпті оны ойлағысы да келмейді. Оны ойлау гормоналды жүйені және стресс гормондарын қайта іске қосу дегенді білдіреді. Әрине, мұндай форматта жағдай күшейе түседі. Әйел мұның бәрін көреді. Еркек оның шағымдарынан кейін, оның талаптарынан кейін, әңгімелерден кейін ештеңе өзгермейді. Ол оған одан да қатты қысым жасай бастайды. Ал ол одан да алыстайды. Және ерте ме кеш пе бұл қарым-қатынастар бұзылады. Өйткені олар токсикалық қайналады. Ер адам мұндай әйелден шаршайды. Ол одан бірдеңе талап етуден және алмаудан шаршайды. Және мүлдем керісінше, ер адам қуанышты әйелмен қарым-қатынаста болғанда. Қуанышты әйелмен өмір сүргеніне қуанышты. Кішкентай нәрсеге қуанышты. Және әрдайым жүзінен күлкі кетпей күшті атмосфера құратын әйел. Еркегі жанында бар болғандықтан емес, өзі үшін бар болғандықтан. Міне, еркек әйелге қоңырау шалғанда, ал ол тамаша көңіл күйде болады. Ол көңілді, ол күледі, ол өзінің дамуында, ол туралы ойлайды. Және тіпті көбінесе о туралы емес, оның қуаныш себептері туралы. Яғни оларда көп. Оны қалай қызықтыруға болады. Оған менімен де қуануға болатынын қалай еске салуға болады. Мен де сенің қуанышымын. Әрине, мұндай еркек әйелге қамқорлық жасай бастайды. Бастамайды, жалғастырады. Ол үнемі оған қамқорлық жасайды. Ол оған қамқорлық жасайды. Ол өзінің әйеліне қызығушылық танытады. Ол күніне бірнеше рет қоңырау шалады, тіпті өте қатты асығыс болса да. Ол оның жағдайын, денсаулығын біледі. Біз бірге қашан уақыт өткіземіз? Бір жерге ұшып демаламыз ба? Яғни, еркекте әйелді басқа қуаныш көздерінен ұрлап алғысы келеді. Міне, бұл еркектік табиғат. Еркек әйелге қоңырау шалғанда елестетіңіз. Тыңда, біз бүгін кездесеміз бе? Ол келе алмайды. Сүйіктім, мен тек кейінірек келе аламын дейді. Менде бүгін би, массаж бар, менде сабақ бар, менде кеңес беру бар, менде тағы бірдеңе бар. Содан кейін мен рецептерді оқуға барамын, саған торт пісіргім келеді. Оның бәрі қуаныш арқылы өтеді. Ол жаман болатын жерге бармайды. Ер адам мұндай әйелге үнемі бағыттайды. Ол туралы ойлайды. Ол сағынады. Ол оны өзінің кеңістігінен ұрлап алуға тырысады. Не үшін? Менімен жақсырақ екенін көрсету үшін. Міне, ол әйелге өзімен бірге жақсырақ екенін көрсетеді. Сонда ол оған ұмтылады.
Бұл екі адам қарым-қатынаста өте сау тандем құрайды. Ал бұл тандемде тайғыруға себеп жоқ. Әрине, біз бұл әлемде өмір сүріп, ренжімей өте алмаймыз. Әрқашан ренжуге себеп табылады. Бірақ, мені кешіріңіз, әйел күйзеліске ұшырағанда бұл дөрекі болуы мүмкін. Бұл біреуге ұнамауы мүмкін. Бірақ әйелдердің де, еркектердің де бір типі бар. Ер адамдар күйзеліске ұшырайды. Әйелдер де солай. Олар үнемі қайғырады. Елдің бәрі нашар. Бүкіл әлем жабайылар. Президент жаман, депутаттар жаман, барлығы кінәлі. Ол жалғыз мейірімді. Оған бәрі ұнамайды. Ол үнемі қайғырады. Ол өзіне ер адам табады. Оның миын жей бастайды. Мұндай әйелдерден қашып кеткің келеді. Қашып, яғни ол сені итпен де іздеп таба алмау үшін. Сені іздеуге тырысады. Сенің ізіңмен жүреді. Солай жалғаса береді. Қымбатты қыздар, ер адамға қайғылы әйелдің қажеті жоқ. Оның өзінде жеткілікті басқатырғыштары бар. Егер саған мен сенсіз өмір сүре алмаймын десе, бұл бәрі. Бұл дегеніміз маңызды өмірлік процестер саған байланысты деген сөз. Ал егер әйел саған тыныштық бермесе, ол саған үнемі дамуға, алға жылжуға кедергі жасайды. Ер адамда дәл солай. Мен сенсіз өмір сүре алмаймын десе, оның мәнісі мен емес, сен мені толықтыруың керек. Менің жеке өмірімде емес, менің болашағымды өзіммен байланыстыруың қажет. Әрине сен өмір сүре аласың, бірақ сенің өміріндегі мән бар. Бұл мәселе екеуінің арасында жеке тәуелділіктің болуы, бұл жақсы емес. Егер еркек әйелмен бөлісуге емес, өзінен бірдеңе алуға келсе, онда бұл өте маңызды мәселе. Әйелдердің кім көпшілігі қарым-қатынасқа келіп, бірдеңе алу үшін келеді. Мысалы, оның ақшасын, уақытын, еркіндігін, немесе еркектігін басқа бірдеңені алу үшін. Ал әйел, ол жалғыз тұтас тұлға ретінде қатынастарға келгенде, ол еркектен ештеңе алмайды, бірақ өзін толықтай ұсынады. Егер біреуі екіншісіне өз өмірінің барлық аспектілерін беру арқылы шектен тыс тәуелді бола бастаса, бұл олардың қарым-қатынасындағы жүйке жұқаруына алып келеді. Мұның бәрі бір адамнан екінші адамға ауыртпалық болуы мүмкін. Бұл жағдай қарым-қатынасты бұзады. Қымбатты әйелдер, егер сіздің мақсатыңыз бақытты болу болса, онда сізге бақытты болу үшін өз ішкі әлеміңізді дамытып, оның нәтижесінде еркектің қызығушылығын тартыңыз. Бұл қарым-қатынастың негізі. Құрметті көрермендерім, Алла разылығы үшін бір өтінішім бар еді. Егер видеоларым сізге пайдалы болып жүрсе, арнама жазылып қойсаңыздар, мен шын жүректен қуанып қаламын. Тек подписаться батырмасын бассаңыз жеткілікті. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін ең үлкен мотивация. Әрбір жазылушы мен үшін өте қымбат және ерекше. Дендеріңіз сау болсын, ауырмаңыздаршы. Үйлеріңіз берекеге, жүректеріңіз тыныштыққа толы болсын. Құрметті менің ең жақын көрермендерім. Егер сіз менің айтқандарымды түсініп, өмірімізде жақсы өзгерістерді көруге дайын болсаңыз, мені қолдап, арнама тіркеліп кетіңізші. Әрбір тіркелген адам мен үшін ең қымбат әрі бағалы адам. Сіздер менің күшімсіздер. Мен сіздермен бірге өсіп, дамып, өмірдің шынайы құндылықтарын ашатын боламыз. Бірге болайық. Тек құрметті адам болу емес, өзімізді сыйлайтын, күшті адам болайық. Сіздерге ең жақсы тілектер мен қуат. Мен сіздер үшін әрқашан пайдалы боламын.